Алло, Айраным, саламатсыз ба? сәлем, баласы қалыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, шүкір. Айраным, мен балқаш округінің су инспекциясында мұражатшы болып жұмыс істеймін ғой. Иә. Өткенде сізге электронный почтаға номенклатураны жіберіп едім. Сіз соны қарадыңыз ба? Иә, номенклатураңызды алдым, қарадым, ішінде қателіктер бар екен, енді біршама. Оларды дұрыстайсыз ғой, мен қызылмен белгілеп қоям қате жерлерін. Жақсы, сіз онда маған ол номенклатураны кері өзім электронный почтама жіберсеңізші, мен сол қызылмен белгілеген жерлерін мен түзетемін. Сосын мына номенклатураға байланысты мен бірнеше сұрақтарым бар еді, негізі қазір компьютердің алдында отырмын. Қойсам болады ма? Қоя беріңіз. Мынау жерде кейбір документтер, мысалға перечень бойынша дәл келмейді екен да, сохранение, названиесі, аты. Сондықтан оны мен қалай қоямын? Приблизительно қоямын ба, қалай жасауға болады? Иә, оның дәл сондай мағынасы жағынан келтіріп қойсаңыз болады, дәл сондай атауымен қойылмайды переченде. Тек мағынасы келсе, соған ұйқастырып қоя берсеңіз болады. Кейін тағы да мен тексерген кезде дұрыс емес болса айтамын ғой. Жақсы, значит, атына ұқсастарын соған примерно деп қоямын ғой жаңағы. Иә. Сохранениесі. Сосын мынау жалпы номенклатура жасалып болғаннан кейін қазақша орыс тілінде ұсынамын ғой городской архивге, иә? Ең бірінші сіздерде өздеріңіздің мекемелеріңізде сараптау комиссиясы құрылады. Сол сараптау комиссиясынан өтеді. Кейін біздің қалалық жаңағы акиматта сараптау тексеру комиссиясы болады. Сол жақтан бекітіп шығарады. Кейін бекітілгеннен кейін екі данасын жаңағы біреуі мемлекеттік, біреуі ресми тілдегісін біздің архивқа өткізесіз. Ал бір ресми, бір мемлекеттік тілде өзіңіздің жаңа мекемелеріңізде қалады. Оны пока мен сізге жаңағы қателіктеріңіз бар, соларды түзете беріңіз. Кейін соны түзеткенде маған жіберіңіз, мен тағы да тексерем. Кейін тағы да түсіндіріп өтем ғой оларды. Жақсы. Мен сұрағым осы. Рахмет сізге. Тағы да сұрақтарыңыз болса, звондап осылай хабарласып сұрауыңызға болады. Жақсы. Рахмет. Аман. Онда сіз маған почтама жіберсеңіз, жаңа қателіктерді, қызылмен қателіктерді мен жөндеп сізге қайта жіберемін. Жарайды. Жақсы, рахмет сізге, Айраным. Амандықта болыңыз. Жақсы, сау болыңыз.